18 мың ғаламтор. Жалпы су перісі туралы аңыз әпсаналар біраз елдің фольклорында бар. Олардың бәріне айтылатын періге тән ерекшелік бірдей. Адамды есінен айыратын ән салуын, телепатиялық немесе магиялық қасиеттерін теңізшілер мен балықшылар көп айтады. Дені өз ұғымындағы су перісін русалка етіп суреттейді. Соның ішінен мысалға өзімізге жақындауын алсақ, түрік мифологиясында жаратылыстың бастапқы нүктесі су. Байырғы түрік нанымында жер мен суға Құдай құдірет бергендіктен өзен, көл, теңіз, мұхиттың бір-бір рухы иесі бар деп есептелген. Олар әр жерде су атасы, су анасы, су бабасы, су перісі, су иесі, су қызы деп аталған. Сол сияқты өзіміздің қазақ фольклорында да су перісіне қатысты аңыз әпсаналар көп. Адамды атын атап шақырып, су түбіне тартып әкететін су перісін аталарымыз үббе деп атаған. Ол атау суға батып бара жатқан адамның үббі деген даусымен байланыстырылады. Қазақ мифологиясында үббенің өзендер мен көлдердің тереңінде өмір сүретіндігі айтылады. Негізгі мақсаты адамды суға батырып өлтіруіміз. Нақты айтқанда, қазақ даласындағы су перісіне қатысты деректер 19 ғасырдың аяғында жинақтала бастады. Орыс географиялық қоғамның мүшесі этнограф Михаил Меропьев 1888 жылы жарық көрген «Демонологические рассказы Киргизов» деген кітабында үббе туралы айтылған біраз қауесетті келтірген. Сондағы алғы сөзінде автор үббе албасты, жезтырнақ сынды тіршілік иелерін ислам дініне дейінгі шаманизмнің қалдығы ретінде қарастырған. Тіпті Сырдария облысына қарасты Перовск уезі қазақтарының аузынан тылсым күштерге қатысты 27 хикая жазып алыпты. Соның ішінде үббеге қатысты хикаяны Есмұхамед Букин, Смайыл Қасымұлы және Ерғали Қасымұлы деген азаматтар баяндап берген. Ерғали Қасымұлының айтуынша, жерлестері су перісі алып кеткен Зортеке деген кісінің сүйегін табалмаған соң, дарияның жағасына соған арналған белгі тұрғызып қойыпты. Бүгінде Зортекенің белгісі деген биік мұнара Қармақшы ауданының жанында Абла деген өткелдің аузында тұрған көрінеді. Академик Сейіт Қасқабасов та Михаил Меропьев сияқты үббеге қатысты хикаялардың шығуын ислам дініне дейінгі кезеңге байланыстырады. Қазақ фольклорында көп құдайлы мифологияның іздері көне түркі қағанаты тұсында болған көктегі тәңір мен басқа да тәңірлер туралы ұғым түсініктерден қалған сарқыншақтардан көрінеді. Ислам келгеннен кейін ол нанымдар мен кейіпкерлер ысырылып, орнына исламдық мифологияның кейіпкерлері енді. Сөйтіп ежелгі албасты, жезтырнақ, үббе, күлдіргіш тәрізді кейіпкерлерімен бірге хикаяларда жын, шайтан, диюлар жүреді дейді ол. Этнограф-фольклоршы Әбу Бәкір Диваев та жындарға сену Азияда өте ерте заманнан бері бар. Арабтардың өзінде ислам дәуіріне дейін ақ оларға сенім болған. Сондай-ақ орыс деревнясы да бұдан құр алақан емес. Қазақ демонологиясында араб және парсы атаулары жын, дию, пері және басқалармен бірге рухтардың әлі де бірнеше өздерінше атаулары бар. Оларды ислам қазақтардың бұрынғы шамандық дінінен ығыстырып үлгермеген. Бұлар албасты немесе марту, бишора, обыр, жезтырнақ, үббе деп аталады дейді. Бұл ретте Диваев айтып отырған орыс деревнясы су перісі туралы әңгімені 19 ғасырдың басынан бері зерттеп келеді. Мәселен, 1815 жылы Строев су перілерінің өмірде бар екенін жазды. 1848 жылы Терещенко су перісін көзіммен көрдім деген орыс халқының дерегін жинады. 19 ғасырдың ортасынан бастап, оған орыс географиялық қоғамы да мән бере бастады. Керек десеңіз, отандық ғалым Әділ Қоразбаев куәгерлердің сөздеріне сүйене отырып, Каспий теңізінде су перісі жүр деп пайымдады. Бір ғажабы, ол браконьерлерге шабуыл жасаған көрінеді. Сондай-ақ оны көрген мұнайшылар да бар екен. Өзінің жастық шағын Каспийдің жағасындағы Ленкарань қаласында өткізген әзірбайжандық ғалым Самет Алиоглы да теңізден су перісін көріптіміз. Айтуынша, ол 15 жасында атасымен бірге түнге қарай балық аулауға шыққан. Сол кезде балықтардың арасында жүзіп жүрген су перісін байқап қалыпты. Балықтардың шорығы пері қалай бұрылса, солай қарай жүзетін болған.
Самет Джафаров Әзірбайжан мен Иранның біраз ғалымдарының күлкіге қаламыз деп айтпай жүрген құпиясын айтты. Шын мәнінде Иранда ешкім Каспий теңізінде су перілерінің өмір сүретініне күмәнданбайды. Оны олар Рунан Шах деп атайды. Бұл тек фольклор элементі ғана емес, шынайы бақылау мен адамдардың куәгерлігінен туындаған нәрсе. Өйткені мұсылмандық сенімде өтірік айтуға жол жоқ. Каспий теңізі негізі миллиард жыл бұрынғы құрлықтардың түйісуінен пайда болған жер бетіндегі ең ежелгі табиғи су көзі. Бұдан бөлек Каспий эволюция тұрғысынан да мүлде басқаша жолмен дамитын тұйық экожүйе. Сондықтан мұнда адам балықтарының өмір сүруі әбден мүмкін дейді Әділ Қорызбаев. Самет Джафаровтың өзі де куәгерлердің көргендері және жекеленген бақылаулардың дерегіне сүйене отырып, Каспийдегі су перілері туралы анықтама берді. Су перілерінде күміс көкшіл тері және қоңыр жасыл түсті ұзын шаш, сосын кәдімгі адамның қолы сияқты, бірақ 4 саусақты қол бар және көздері үлкен. Ал құлақтары жоқ деп отырып, оларда құйрық бар ма деген сұраққа жауап бере алмаған. Онысымен қоймай, Самет Джафаров Каспий теңізіндегі экологиялық жағдайдың төмендеуіне байланысты соңғы кездері су перісі азайып кетті деген сенімде. Әйтпесе, Каспий су перілері браконьерлерді жек көріп, оларға жиі шабуыл жасап тұрған екен. Сөйтіп кезінде осы жұмбақ жаратылысты табу үшін Каспийге Жакев Кустоның өзі келген деген сөз де бар. Бірақ ол су перісін көрдім, білдім демеген. Сондай-ақ су перісінің нақты ғылыми тұжырымы әлі жоқ. Тек адамдардың өзі соның бар екеніне сенгісі, тіпті өз көзімен көргісі келетін, көрдім дегендердің өтірік шындықпен қабылдайтын ұстанымына байланып, түйсігіне су перісі деген алдамшы сезімін шырмап алған. Тіпті қолдан аңыздағы русалкалардың өлексесін жасап, оны бейнетаспаға түсіріп, әлеуметтік желі арқылы көрермен тартудың амалына көшкендер де көп. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде